Саламатсыздарбы, құрметті оқушылар. Бүгінгі сабақтың тақырыбы табиғи материалдардың түрлері мен сипаттамалары. Мен Ахантаев Бүркіт Кашкевич, Абдулла Асылбеков атындағы көркем еңбек пән мұғалімі. Өткен тақырыпқа қайтарылсақ, мына видеоға назар аударыңыздар. Қазақ қыздары қай ғасырда болсын әшекей тақты емес пе, көркіне көз тоймайтын бұйымдардың жан мағынасы да терең. Мәселен, бес білезіктің екі түрі болады. Бірі қыздардікі, бірі аналардікі. Екі сатқыналысы тұрмыс құрмаған, үшінші сатқыналысы тұрмысқа шыққан келіншектікі. Ал құс тұмсықты сақинасы бар аналар менің қызымның басы бос, айттыруға болады деген мағынада екен. Бұл өнершілер қыз баланың бала бойжеткен және ана болған шағын сипаттаса керек. Төменгі жақтағы бала саны мен жинасын білдіреді. Ромда қыздар, дөңгелектер ұлдар. Құдағи жүзікке зер салыңыздар. Бұл жүзікті қызын анасы құдағайына сыйлайды. Қызын алысқа басқа елге жіберген шешесі бір жыл бойы одан хабар алмайды. Телефон жоқ, WhatsApp жоқ, қызы сол жақта бір жыл бойы өзінің көңіл күйін кестеге алады. Туған жұртынан келген қызының кестесін анасы ашып көріп, қызына жағдай бір жыл бұрын қандай болғанын біледі. Көңілі болса құдағайына осы жүзікті сыйлайды. Бұл жүзікті алған құдағайы мақтанышпен тағып жүреді. Ал құрметті оқушылар, мына видеоны қарадыңыздар. Енді мына сұраққа жауап беріңіздер. Жергілікті бұйымдардың дегеніміз не? Олар қандай материалдан қолданамыз? Жергілікті бұйымдарын жасайтын адам кім деп аталады? Табиғи материалдың түрлері мен сипаттамалары. Өзіне және басқа оқушының тәжірибесіне сүйене отырып, қоршаған ортамызды нысандарының визуалды сипаттамаларын композиция, түс, пішін, фактура түсіну және білімін көрсету. Табиғи материалдар бұл табиғаттың тікелей алынатын материалдар. Табиғи материалдардың түрлері: бірінші, өсімдік текті, минералды, жануар текті. Өсімдікті материалдар өсімдіктерден өндірілетін табиғи ресурстар мен шикізат түрлері. Бұлар ағаш, жапырақ, бүр, жаңғақ, сабан, қағаз және тағы да басқа материалдарды қолданады. Артықшылықтары: экологиялық таза, қайта қалпына келетін, көкпірлі пайдалану. Адамзаттың күнделікті өміріне сапасын арттырады. Сондықтан, құрметті оқушылар, оларды қолдану болашақта да маңызды болып қала береді. Табиғи материалдарды, минералдарды, табиғи минералдар табиғи түзде өздігінен пайда болатын кристалды, құрамды және химиялық құрам тұрақты. Мысалы, тас, қабыршықтар, құм, саз, темір, бұлардың бәрі табиғи таза материалдар болып саналады. Минералдар табиғаттың маңызды ресурсы болып табылады және адам өміріне маңызды рөл атқарады. Мысалы, тас, қабыршықтар, құм, саз, тағы да басқа көрнекті тастар. Ал келесі жануар текті табиғи материалдардың жануарлардан алынатын шикізатты жатады. Бұл жүн, екіншісі күйіктің мүйізі, не басқа да жануарлардың мүйіздері. Мысалы, жүн, тері, сүйек, мүйіз, жібек. Осы материалдардың жасалған бұйымдар табиғи қасиеттер мен ерекшеліктері: жылу сақтау, тыныс алу, қасиетті, берікті және экологиялық қауіпсіз. Мысалы, ертеде ата заманнан келе жатқан біздің әжелеріміз
өздеріңізге, біздерге осы жүннен носки тоқып, қолғап тоқып, сондай таза материалдар пайдалы болатын. Физикалық, технологиялық қасиеттері. Мысалы, табиғи материалдар талдан қабығы, бұтақтар, тал түбірі, құм, жапырақ, гүл күлтері, кепкен жемістер, сабан, құс қауырсындар, мүйіз, сүйек, тері және тағы басқа заттар жатады. Әртүрлі ағаш бұтақтары үлпіндегі жұмсақ кесуге қолайлы. Грек жаңғығы тең екі бөлікті бөлінеді. Аққу, тасбақа, қоңыз, балапан жасауға болады. Шырша мен қарағай бүрлері жақсы желімдейді. Адамның жануарлардың кеудесіне келеді. Енді бірінші тапсырмаға келетін болсақ, сәйкестендіру, мына видеоға назар аударыңыздар. Мына жерде мен сәйкестіріп өсімдіктерді қандай сәйкес болатын осы видеоны сіздерге ұсынып отырмын, жасанды интеллект арқылы. Мысалы, өсімдік табиғи материалдар: жапырақ, бұр, ағаш, сабан. Екінші, минералды табиғи материалдарға жататындар: тас, құм, саз, қабыршақ. Үшінші, жуанартекті табиғи материалдар: олар жүн, сүйек, қауырсын, тері. Осының бәрі сәйкестіру түрлеріне жатады. Екінші тапсырмаға келетін болсақ, бұл ойлану дағдысын деңгейі, білу, түсіну, қолдану. Фортуна дөңгелегі. Мысалы, жасалған видеоны назар аударыңыздар, жасанды интеллект арқылы видео жасалған. Мына жерде мынаны нені айналдыруды басамыз, сонда қандай сұрақ келеді, соны дөңгелек айналып сол тоқтайды, номер ретінде сол неге жауап бересіздер. Мысалы, жүн жылудың сақтай ма? Иә, үшін жоқ, үшін 0. Иә, жүн жылуды жақсы сақтайды. Осындай міне жасанды интеллект арқылы жасалған ойын түрлері. Үшінші тапсырмаға келсе, бұл практикалық жұмыс. Бүгінгі сабақта біз практикалық жұмыс жасаймыз. Қолданылған бар материалдарды әр топқа тапсырма ретінде береміз. Оған жапсырылатын табиғи материалдарымызды термопистолетпен және тез желімге жапсыру әдістеме үшін жұмысымызды орындаймыз. Бағалау критериялары: бұйымды жасау, табиғи материалдардың қасиеттері қолдану, тәжірибеге сүйеніп бұйымға визуалды сипаттама береді. Еңбек сабағында желімізді жұмыс жасау қасиетінде қауіпсіздік ережелерін сақтау әрине болу керек. Бірінші, мұғалімнің нұсқау бойынша жұмыс жасаймыз. Желімді бетке жақын ұстамаймыз. Желімнің теріге және киімге тимеуді мұқият болу керек. Термопистолетпен жұмыс жасау кезінде өте мұқият болу керек. Сабақ соңында қолды жуып, орнымызды таза ұстау керекпіз. Мына жерде міне, құрметті балалар, сіздерге көрсетілген қандай нелермен біз қолданамыз. Сабақтың қорытындысында мына видеоға назар аударыңыздар. Бұл жерде жаңағы жасанды интеллектпен көрсетілген сабақтың қорытындысы. Біріншісі, мысалы, түсінікті сөз. Екіншісі, сұрақ қалды. Үшінші, бәрі жақсы. Сонда оқушылар осыған қарап, осы үшін біреуін басады. Назарларыңызға рахмет.